Бесіңізде 5 бала жүгіріп шықса, шаршағанды ұмытып кетесіз ғой. Бәріміздің бала шағамыз бар. Бірақ осы 5 баланың тағдырын ойламайсыз, жаныңыздың рахатын ойлап, ана елдің үйіне қашып кеттіңіз, дұрыс па? Неге сіз қашып кеттіңіз, айтыңызшы? 5 баланың тағдырын ойлау керек. Мүмкіндік бермей отыр ғой соған. Қалай мүмкіндік бермей отыр? Ертең қараңыз. Счеттарын бәрін ареске тығып тастаған, алимент сұрап отыр ешіммен. Мен алиментті қалай мүмкіндік бермеді саған? Кетер кезінде жалындым ғой саған. Кетпеші. Жоқ, алимент төлесең счетті бұғаттамайды ғой. Счет, алимент төлеп отыр құртап тастады. Не аласың өтірік айтып? Қандай причина, не үшін бұғаттады ол? Төлемей жатыр дейді. Мен әр сот орындаушысына төлеп Қанша сума беріп жүрсіз балаларға? Ай сайын 100 мың мысалға. Бәрі барып тегін мысалға. Кеше сот орындаушысынан кішкентай бала емессіз ғой, сот орындаушы келеді, дұрыс па? Сіз оған көрсетесіз, мен ай сайын мысалы 100 мың теңге төлеп тұрмын. Олар бұғаттамайды ондай нәрсе. Чектерін бәрін беріп отырмын. Мен звондадым, сен неге құлтадың дедім. Жақсы. Бәрін басынан бастайықшы. Рахмет. Маған айтатына. Ұғынықты болу үшін, иә. Сонымен 5 балаңызды, келіншегіңізді кімге айырбастадыңыз? Соны айтыңызшы. Ондай нәрсе болмайды, оны айырбастау деген нәрсені. Мен бала шағамның әлі күнге шейін ойындап, не қыламын. Жақсы, онда сұрақты басқаша қояйық. 5 балаңызды, келіншегіңізді тастап қайда кеттіңіз? Мен кеттім, жұмысқа келдім, осы жерге жұмыс істеймін деп келдім. Айтпай кетеді. Қазір жұмыста, түнеп жұмыста қонып жүрсіз бе? Жоқ. Енді қазіргі тұрағыңыз қайда? Екінші әйелімен тұрмын. Есімі кім ол екінші әйеліңіз? Айбаршын. Бірінші әйеліңіздің айтуынша, екінші әйелі бай қуатты, басын ақшамен дуалап алған дейді. Бәрі өтірік, бәрі жалған. Бәрі рас. Қанша жыл болды Айбаршынмен бірге соның қолында тұрып жатқаныңызға? 3 жыл болды. 3 жыл болып жатыр ғой. 19, почти 20 адам асылды ғой. Ол сізге намыс емес, жақсы жағдай, иә? Намыс, немен намыстанады? Ол жақтың жақындарымен, яғни қайын жұртпен араласасыз ба? Араласам. Айбаршын ханым қайда жұмыс істейді? Сауда сатықпен базарлы. Экранға қарайықшы. Айбаршын ханым туралы тілшілеріміз сюжет түсірген болатын. Семейдің қызы. Айбаршын Күшекенова 1979 жылы Семей қаласында дүниеге келген. Жас келіншек Алматы қаласында жоғарғы оқу орнын тәмамдап, мегаполисте тұрақтаған. Қазіргі уақытта әйел қаладағы базардан киім-кешек алып, үйінде алып сатумен айналысады. Тұрақты түрде айына шамамен 300-400 мың түссе, ал орта есеппен шаққанда сауда саттықтан 500-600 мың тауып отыр. Даңғырада үйде сіз және Айбаршын тұрады. Айбаршын, мамасы бар, әжесі бар. Ой, орналасыпсың ғой бауырым, жаным ай. Туған бауырымсың ғой, сен менің жаным ашып отырсың. Сіңлімді жылатып, көшенді. 5 баланы әкесінен айырған кім?